Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін ағзамызға ең пайдалы маш сорпасын дайындау жолымен бөлісетін боламын. Маш бұршақ тұқымдастарға жатады. Маңыздылығына келер болсақ, минералдарға өте бай: магний, темір, кальций, фолий қышқылы ағзамыздағы артық шлактардан тазалайтын болады. Енді жасау жолына келейік. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен қызып тұрған майға етімізді салып қуырып аламыз. Содан соң пиязымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырып қуырып, үстіне сәбізімізді саламыз. Енді томат пастасын саласыз, бір ас қасық. Бұл менде өзіміздің үй жағдайында жасалған томат пастасы. Алдағы уақытта оның да рецептісімен бөлісетін боламын. Татымына қарай тұз саласыз, содан соң 1 литр су құясыз. Суымыз 5 минуттай қайнаған соң отты бәсеңдетеміз. Суға жуылған машымызды саламыз. Ол сәл жұмсарып пісуі қажет. Ол үшін бізге 10 минуттай уақыт қажет болады. Суға тазартылған күрішімізді және картобымызды саламыз. Содан соң отты бәсеңдетіп, кастрөліміздің қақпағын жауып, 20-30 минуттай пісуіне мүмкіндік береміз. Мінекей, сорпамыз дайын болды. Осылайша тостағанға құйып аламыз. Ағзамыз бізге риза болатын сорпаны сіз де жасап көріңіз. Баршамызға ас болсын!